Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен еш зияны жоқ тоң майдан осындай қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Мұздатқышқа қатыруды қажет етпейтін бірден жасап осындай қатпарлы самса дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне тұзды салып, одан соң үстіне салқындау суымызды құямыз. Тым қатты жылы су құйып қажет емес, себебі нанымыз біздің былжырап кететін болады. Сол себепті сәл салқындау суды алған дұрыс. Мінекей біздің қамырымыз біркелкі болып, бір-біріне бірігіп жабысты. Енді осыны жақсылап июін қандырып, үстінен басып, шамамен 15-20 минутқа қойып қоямыз. Біздің нанымыздың июі қанғанға дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен фаршты алдым, яғни ет тартқыштан өткізіп, ішіне пиязды көбіктап, яғни төрт бұрышты етіп турап салдым. Одан соң дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Пиязды көбіректеу етіп салса да біздің самсамыз сочный, яғни суы шығып өте дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Енді июі қанған нанымызды екінші қайра басып алатын боламыз. Тестамызды екінші қайра басқан кезде біркелкі етіп қолға икемделеді. Енді бірден осыны екі бөлікке бөліп алдым. Жақсылап осылай июін қандырып тағы да бір-екі рет басып аламыз. Шамамен 10 минутқа қайтадан бетін жауып қойып, тындыруға қойып қоямыз. Қамырдың июі қанғанға дейін біз сары майымызды ертіп алатын боламыз. Бір тестаға 50 грамм тоң май, 50 грамм сары қолдың майы немесе магазиннің маргарин немесе сары майларын пайдалансаңыздар болады. Енді осы қамырымызды бірден жайып алып, қамырды сәл жұқалау етіп жайсаңыздар, сонда біздің тестамыздың көлемі көптеу болып, қатпарлы болуына да жақсы болады. Мінекей біз қамырымызды жайып болдық. Енді ертілген сары майымызды кішкене суы тыңқырап барып, үстіне қойғандарыңыз дұрыс. Тым қатты суып кетпеуі де қажет, себебі көргендеріңіздей біздің майымыз бірден бетіне жаққан бойда қатып қалып жатыр. Ішінде тоң май болғаннан кейін біздің майымыз тез қататын болады. Бірақ ол жегенде білінбейді, одан еш қорықпаңыздар. Енді барлығын осылай орап, 5 минутқа қойып, сосын бірден жая берсеңіздер болады. Тоң май мен сары май араласқаннан кейін біздің тестамыз ешқандай ерімейді, одан еш қорықпаңыздар. Бірден жая берсеңіздер де болады. Кейбір кісілер тоң майдың қандай май екенде түсінбеуі мүмкін. Тоң май деп сойған малдың іш майынан шыққан майларды айтады. Сол іш майларды турап, төрт бұрышты етіп, оны қазанға салып, барлығын шыжғырып, ертіп алады. Сол қатқаннан кейін бізде дайын тоң май болады. Яғни бұл тоң май деген өте пайдалы майдың бірі. Оны кез келген тамаққа салып, тамақ жасасаңыздар да болады. Тоң майдан жасалған тамақ бірден қатып қалады. Сондықтан ыстық күйінде тезірек жеп алған дұрыс. Бірақ ол самсаға әсер етпейді. Тоң майдан жасай беріңіздер, еш қорықпай. Дүкендегі сатылатын сұйық май, сары май, маргарин деген сияқты майдалардың орнына осы тоң майды пайдаланатын болсаңыздар, денсаулыққа өте пайдасы зор. Сондықтан осы тоң майды да міндетті түрде сырап қылмай, осы іш майларды ертіп, кез келген тамақ жасап, немесе көрсетіп жатқандай самса жасап жіберсеңіздер де болады. Өте дәмді шығады. Қазіргі хит болып жатқан самсаның түйу жолын көрсетіп жатырмын сіздерге. Өте оңай жасалады. Осылай жасап, дастарханға келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да әдемі көрінеді. Маған көбіне самсаның үш бұрышты болған түрі ұнайды. Дегенмен мен сіздерге бірсыпыра осы түрінде көрсетіп шығайын дедім. Қонақ келгенде осылай дастарханға қойсаңыздар да әдемі көрінеді. Мінекей самсалардың барлығын дайындап болдым. Үш бұрышты етіп самса жасауды барлығыңыз біледі деп ойлаймын. Енді үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Бетіне әдемілік үшін кунжутты сеуіп шығатын боламыз. 200 градуста беті қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Осы рецепт бойынша самсаның кестасын, яғни қамырын қатырып қойсаңыздар да болады мұздатқышқа, немесе осылай бірден дайындап жіберіп қатырып қойсаңыздар да болады. Кез келген асыққан уақытта бірден алып пісіріп жібере аласыздар. Мінекей біздің самсаларымыз пісіп дайын болды.
өте жұмсақ, қатпарлы болып шықты. Дәмі өте ерекше. Тоң май, сары майдың ешқандай дәмі білінбейді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тоң майдың жасалу жолын бұрын-соңды естімеген болсаңыз, қайдан дайын болатынын білмеген болсаңыз, астына описание бөліміне жазып қоятын боламын. Оқып ақпарат алсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қоса отырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.